Құрметті оқушылар, бүгінгі тақырып рационал теңсіздік, интервалдар әдісі тақырыбын қайталау. Сабақтың мақсаты рационал теңсіздіктерде интервал әдісін қолдануды үйрену. Тақырып қайталау болғандықтан бірден есеп шығаруға көшейік. Оқулықтың 151 беті номер 19-да 11-дің біріншісі. 2х азайту 4 көбейту. Жақшаның ішінде х азайту 6 көбейту х минус 8 үлкен немесе тең 0. Сабақтың оң жақ бөлігі дәптерге көшіреміз. Оң жақ бөлігін тыңдаймыз. Өткен сабақта біз осыған ұқсас теңсіздік қарастырғанбыз. Ол кезде теңсіздіктің сол жағы 2 көбейткіштен тұрған. Бүгінгі жағдайда 3 көбейткіш. Біз бұл теңсіздікті алдымен теңдеуге келтіреміз. Әр көбейткішті 0-ге теңестірейік. Бірінші көбейткіш 2х азайту 4 тең 0, х азайту 6 тең 0, х азайту 8 тең 0. 3. Қарапайым сызықтық теңдеудің түбірін табайық. Бірінші теңдеу 2х тең 4, х тең 2. Екіншісі х тең 6. Соңғысы х тең 8. 3 түбір шықты. Осы 3 түбірді координаталық тізуге белгілейміз. Ол үшін координаталық тізудің бойынан 3 нүкте белгілейік. Теңсіздіктің таңбасы қатаң емес, үлкен немесе тең, сондықтан нүктелер боялады. Осы 3 санның ең кішісі 2, одан кейін 6, одан кейін 8. Түзудің бойына өсу ретімен орналастырамыз, сол жақтан бастап. Бұл 3 нүкте координаталық түзуді 4 бөлікке бөледі. Минус шексіздіктен 2-ге дейін, 2-ден 6-ға дейін, 6-дан 8-ге дейін, 8-ден плюс шексіздікке дейін. Соңғы аралықтағы 8-ден үлкен бір натурал санды таңдайық. Ол 9. Тыңдалым жаққа көшейік. Бастапқы 3 көбейткішті жазып шығайық. Осы көбейткіштердің ішінде х айнымалының орнына біз 9 деген санды қоямыз. Және де әр көбейткіштің таңбасы қандай екенін анықтау керекпіз. Барлық көбейткіштер плюс сандар. Ал плюс сандарды бір-біріне көбейтсек, плюс саны шығады. Сондықтан осы таңбаны боялған аралыққа қоюымыз қажет. Одан кейін келесі аралыққа көшейік. Ары қарай таңбалар ауысу қажет. Плюстан минусқа ауысады, минустан плюсқа ауысады, плюстен минуске ауысады. Теңсіздіктің таңбасы үлкен немесе тең. Үлкен болған жағдайда біз тек қана плюс таңбасын штрихтауымыз қажет. Плюс таңбалар олар 2-ден 6-ға дейін және 8-ден плюс шексіздікке дейін. Жауабына осы аралықты жазамыз. 2 мен 6-ға тік жақша қойылады, және 8-ге де тік жақша. Себебі нүктелері боялған. Шексіздікке әрқашанда жай жақша. Дәптерге көшіреміз.
Например, 19-да 11-дің 11-шісі. Бұл есеп алдыңғы есепке қарағанда өзгерісі бар. Себебі кейбір көбейткіштердің дәрежесі бар екенін байқаймыз. X қосу 6-ның кубы, X қосу 1-дің 4-ші дәрежесі, X азайту 3, кіші 0. Теңсіздікті 0-ге теңестірейік, және әр көбейткішті 0-ге теңестіреміз. Үш теңсіздікті жеке шешіп көрейік. X қосу 6-ның кубы тең 0. Теңдеудің оң жағы 0 болғандықтан 3 дәрежеден құтыламыз. Содан кейін X-тің мәнін табайық. X тең минус 6. Келесі теңдеу. 4 дәрежеден құтылайық. X-тің мәнін табамыз. Минус 1. Соңғы теңдеу X тең 3. 3 түбір шықты. Яғни координаталық түзудің бойынан 3 нүкте белгілейміз. Нүктелердің іші боялмайды. Себебі теңсіздік қатаң. 3 түбірдің ішінен кішісінен бастап, сол жағынан бастап белгілей бастаймыз. Минус 6, минус 1, 3. Бұл 3 нүкте түзуді 4 аралыққа бөледі. Минус шексіздіктен минус 6-ға дейін, минус 6-дан минус 1-ге дейін, минус 1-ден 3-ге дейін, 3-тен шексіздікке дейін. Ең соңғы аралықтан 3-тен үлкен натурал санды таңдайық. 4 деген санды. Тыңдалым жаққа көшейік. Теңсіздіктің сол жақ бөлігіндегі көбейткіштерді жазып шығамыз. Бұл өрнектегі X айнымалының орнына осы 4 санын қойып шығамыз. Әр көбейткіштің мәні қандай таңбамен шығатынын анықтайық. 4 қосу 6, 10, 10-ның кубы 10 сан шығады. Плюс санымен. 4 қосу 1, 5, 5-дің 4 дәрежесі де 10 сан. Плюс санымен. 4 азайту 3, 1. 1 деген сан, оның таңбасында плюс. 3 оң санды көбейтсек, оң сан шығады. Яғни плюс таңбасымен. Осы плюс таңбасын біз оң жақтағы аралыққа қоямыз. Алдындағы ереже бойынша таңба ауысып отырады дедік. Бірақ бұл жерде өзгеріс бар. Себебі әр көбейткіштің дәрежесі бар екенін байқаймыз. Бірінші плюстан келесі таңбаға ауысу үшін біз екі аралықты бөліп тұрған санға назар аударайық. Ол сан 3. 3 деген мына теңдеуден алынған. Бұл жерде түбірдің саны біреу ғана, X тең 3. Сондықтан таңба ауысады. Келесі аралыққа өту үшін бұл екі аралықты бөліп тұрған сан ол минус 1. Минус 1 екінші теңдеуден табылған. Бұл теңдеудегі дәреже 4. Ал 4 ол жұп сан. Яғни минус 1 4 рет қайталанып тұрған деген сөз. Ал түбір жұп саны ретінде қайталанса, онда таңба ауыспайды. Минустан минуске өтеді. Келесі аралыққа өту үшін түбірге назар аударайық. Минус 6 ол бірінші теңдеуден табылған. Бұл жердегі дәреже тақсан 3. Яғни X тең минус 6 түбірі 3 рет қайталанып тұр деген сөз.
3 ол тақсан, сондықтан таңба ауысады. Барлық таңбаларды белгіледік, штрихтауға көшейік. Теңсіздіктің таңбасы кіші болғандықтан минус таңбаларын штрихтаймыз. Минус 6-дан минус 1-ге дейін, минус 1-ден 3-ге дейін. Жауабын сан аралық ретінде жазайық. X тиісті минус 6-дан минус 1-ге дейін, 1-ге де минус 1-ден 3-ге дейін. Барлық жерге жай жақша қойып шықтық, себебі нүктелер боялмаған. Қорытынды. Егер түбірлердің саны тақ рет қайталанса, онда таңба ауысады. Егер түбірлердің саны жұп рет қайталанса, онда таңба ауыспайды. Осы екі мысалды негізге ала отырып, келесі тапсырмаға көшейік. Номер 19-да 11-дің 2-ші, 3-ші, 4-ші, 9-ші, 10-ші тапсырмалар.